үй жағдайында тандыр самса жасап көрсетемін қыздар. Бізге керегі тек қазан болса болды. Тестасы тандырдікіндей қатты болмайды. Слоеный тестамен жасаймыз. Дәмді болып шығады. Тандыр самсадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Ол үшін алдымен бізге высший сорт ұн керек болады. Жұмыртқа, сұйық май, тұз, 1 чайный ложка уксус. Суымызды аз-аздан қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 20 минутқа қойып қоясыздар. Салмасына бізге туралған ет, пияз, тұз, қара бұрыш, сыра, кішкене су қосып, барлығын араластырып, начинкамызды дайындап аламыз. Қамырымызды қатты жұқақ жүрмеңіздер, қыздар, орташа жұқалықта болсын. Жайып аласыздар да маргаринді осылай арасына жағып шығып, орап, холодильникке тағы 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттан кейін осылай бөлшектерге бөліп аласыздар. Әр бөлшегі менде 100 граммнан. Осылай қатты жұқағымайсыздар, бұда да орташа жұқалықта болу керек. Начинкамызды салып, видеодағыдай етіп түйіп шығасыздар. Жұмыртқаның сарысын бетіне жағып, күнжірт сеуіп, жұмыртқаның ағымен алдын ала қызып тұрған қазанда батырып алып, осылай жабыстырып шығасыздар. Қыздар, араларын ашық-ашық қылып жабыстыра беріңіздер. 45 минут пісіріп аламыз. Әр 10 минут сайын қақпағын ашып отырасыздар қазанның. Сонымен самсамыз дайын болды. Қыздар, ас болсын, видеоны лайк басып, комментарий жазып, парақшама тіркеліп кетіңіздер.